Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Жануарлар әлемін сақтау бұл әлемдік ұйымдар мен жеке мемлекеттердің негізгі жұмыстары ғана емес, кез келген адамның міндеті. Бүгіндері саны кеміп кеткен және жоғалып бара жатқан Қазақстандағы жануарлар түрлерін қалай сақтап қаламыз деген сұрақ туындайды. Біздің елімізде бақылауды қажет ететін маңыздылары деп дала бөкендері, арқарлар, қарақұйрықтар мен құландар, басқа да көптеген жабайы жануарларды айтуға болады. Тіпті жыртқыштар әлеміндегі турандық жолбарыстың да жоғалып кеткендігін ескеруіміз қажет. Қазақстан жоғалып бара жатқан жануарлар әлемін сақтау мақсатында әлемдік келісімдерге қол қойды. Өйткені күрес бірінші жыл жүргізіліп жатқан жоқ. Сол себепті де бұл келісімге ғылым институттары, мемлекетті және мемлекеттік емес ұйымдар, халықаралық қорлар, бақ өкілдері мен басқа да қоғамдық ұжымдар біріктірілді. Қоршаған ортаны қорғау заңды түрде бекітілген. Мысалға, жоғалып бара жатқан жабайы жануарларды қорғау конвенциясы 1979 жылы бекітілген Бонндық конвенция деп те танымал. 1983 жылы осы бір құжат Боннда толықтай заңына енді. Халықаралық келісімшарт Біріккен ұлттар ұйымы бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Жоғалып бара жатқан жануарлар әлемін сақтау мақсатында конвенцияға тіркелген мемлекеттер саны жыл санап артып келеді. Қазіргі таңда Африка, орталық және оңтүстік Америка, Европа, Азия елдерін қосқанда 100 мемлекетте құжатқа тіркелген. Қазақстанда жабайы жануарлар әлемінің байлығымен осы бір конвенцияға кіреді. Біздің елімізде ақбөкен, бұқар бұғылар мен арқарлар секілді жануарлар қорғалғандар санатына жатады. Мамандардың айтуынша, осы бір жабайы жануарлардың жоғалуына тікелей себепші жер көлемінің жетіспеушілігі. Яғни, үй жануарларының жайылымдарын кеңейтіп, жабайы әлемнің шекарасына қысым жасау. Сондай-ақ браконьерлердің жөнсіз қару асынып, қапыда шүрпіні басуы. Бүгіндері аңшылық шаруашылықтарды қайта жандандырып, саны азайған аңдарды қайта қалпына келтіру басты міндет етіп те қойылған. Бірақ сол шаруашылықтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілмей, жұмыс пен бақылауды күшейту толықтай іске аса қоймайтыны шындық. Аңшылық шаруашылықтарға міндеттелген кез келген актіде көптеген келеңсіз сауалдар мен келеңсіздіктер кездеседі. Бұл дегеніміз аңшылық шаруашылықтың дамуына кері әсерін тигізеді. Осыдан кейін ұзақ жылдар бойына шаруашылық деңгейі өсе алмайды. Қазіргі таңда заңға жыл сайын өзгерістер енгізіліп, міндеттемелер ауысып отырады. Сол себепті біздер осы іске бірге араласып, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатса, шаруашылық бірден үлкен дәрежеге өсетіні белгілі. Осы бір кәсіп көзі көз тартарлық болуы тиіс. Сол себепті ыңғайлы бір жүйе құрып, шаруашылықты табыс көзіне айналдыра, жоғары деңгейге көтеруіміз қажет. Оно должно примерно выйти на уровень сельскохозяйственного фермера, чтобы туда никто не влазил. Шаруашылық, фермерлік шаруашылықтардың деңгейімен бірдей болуы тиіс. Аңшылық, тұмса табиғат аясында еркін жүретіндей. Бірақ осы бір жайтқа да арнайы шектеулер мен бақылаулар қажет. Ауыл шаруасындағы малшылар іспетті. Жабайы әлем шаруаларына да жақсы көңіл бөлінсе. Сол шаруа қожалықтары өз малдарына қарағандай жабайы жануарларға қараса. Мысалға, белгілі бір азаматқа жер бөліп, егін ек я болмаса мал бақ десе, олар бар ынта жігермен егінін өсіріп, малын бағып, кейіннен жемісін жейді. Аңшылық шаруашылыққа да сондай міндет қойылуы тиіс. Жабайы жануарлар санын өсіріп,
сол бір қоршаған орта қауіпсіздігіне алаңдай бақыласа, мемлекет тарапынан да қолдау білдірілсе, міне, нағыз қорғау әдісі. Добросовестно делать, численность животных у него растет, ему должны быть всякие преференции. Саны аз жабайы жануарларды қайта қалпына келтіру және қолдау көрсетіп бақылау, браконьерлік әрекеттерге шектеу қою. Әрі табиғи алқаптарды жетілдіріп барлығына ыңғайлы ету керек. Біздер 77 сарапшының пікірін тыңдадық. Жабайы жануарлардың түрлерін сақтау мақсатында. Бұлар мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері. Олар біздерге жоғалып бара жатқан жануарлар деңгейі қазіргі таңда қандай? Оларды сақтау үшін қандай шаралар өткізілуде елімізде және оларды қалай сақтап қалуға болады деген сауалдарға. Бағалау жұмыстары 10 елдің арасында өткізілді. Оған Орталық Азия және Қазақстан да кіреді. Жабайы жануарлар санының азаюына негізгі себеп болып отырған жайт. Мемлекеттер арасындағы жүргізілген темір жол, басқа да әлеуметтік техникалық себептер. Для того, чтобы эти проблемы Осы бір аталған мәселелердің оң шешімін табу үшін кешенді жоба керек. Яғни браконьерлік әрекеттерден толықтай қорғап, сақтап қалу жұмыстарына кірісу керек алдымен. Әрі сол жануарлар әлемін басқару, бақылау жұмыстары да жобаға кіруі қажет. Сондай-ақ тұқымы жойылып бара жатқан жабайы жануарларды жан-жақты насихаттап, ғылыми тұрғыда зерттеу жұмыстарын жүргізе, қалайда сақтау іс-шараларын атқарғанымыз жөн. Қолданбалы биология орталығының директоры, биология ғылымдарының кандидаты Сергей Скляренко ғылыми түрде көшіп қонушы жабайы жануарлар тізімін мониторингтен өткізген. Саны аз жануарлар мемлекеттің тікелей меншігінде болады. Және осы бір мемлекет қазынасын қадағалау үшін арнайы орган жұмыс істегені дұрыс қырағылықпен. Прохант аутфиттерлік компания төрағасы Максим Левитин арқарлардың сақталуы үшін көптеген істер атқарды. 2012 жылы осы бір сақтау ісі басталған еді. Оның айтуынша, көбінде жергілікті тұрғындар мен олардың жайылымдарға деген көзқарасы жабайы жануарлар аумағын тарылтып, көшіп қонуына, сондай-ақ сол жолда көптеген қауіп қатерге ілігіп, санының азаюына тірейтін көрінеді. Сол жайттардан бөлек, аңға шығушы аңшылар да осы бір келеңсіздіктің тікелей себепшісі екендігі де шет қалмады. Тағы бір мысал, адамдар көбінде табиғатқа аса қатты мән бермейді. Көбінде өздеріне пайдалы, қоршаған орта бөлшегіне аса қажеттілікпен бақылайды. Әрине, бұл жүйені германдық аңшылық шаруашылықпен салыстыруға болады. Ол жақта жыл сайын миллиондаған еліктер мен қабандар ауланады. Басқа жануарлар да аңшылар көзінен таса қалған емес. Әрине, бұл аңшылық жақсы қаражат әкеледі. Және осы бір аңшылар төлеген қаражат есебінен кәсіби мамандар қаржыландырып, шаруашылықтағы жабайы жануарлар әлемі ерекше қорғауға, бақылауға алынады. Еңбектеріне орай еңбек ақы алатындықтан жергілікті халық браконьерлікке көп бара бермейді. Бішкекте осыдан біраз уақыт бұрын шекара аумағындағы арқарларды сақтау мәселесі бойынша германдық экономикалық бірлестік және дамыту министрлігінің өкілдері осы бір жайтты кең көлемде қозғаған болатын. Оған Қырғызстанның қоршаған ортаны қорғау департаменті мамандары қатысып, Пәкістан, Ауғанстан, Германия, Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан секілді алдыңғы қатарлы мемлекеттердің тәжірибесінде сөз қылған еді. Әрі арқарларды сақтаудың негізгі жобасын қарастырды. Мысалға, Пәкістанда Тургартадағы мархурларды сақтау жобасы құрылып, ерекше жұмыс істеді. Соның арқасында жылдағы аңшылық жарысы ұйымдастырылса да, мархурлар саны ерекше қарқынмен өсіп келеді. Тіпті соңғы 15 жылда ондаған санынан 3000-ға дейін өскен еді. Көптеген елдерді осы бір трофейлік аңшылық жобасы өз пайдасы мен бағасы беріп келеді. Көптеген жабайы жануарларды атуға қойылған жоғары баға ішкі нарықтағы бағасын 100 есеге қымбаттатады. Әрі сол қаражат осы бір жабайы жануарларды жетілдіру мен сақтауға жұмсалады. Негізгі жүктелген міндет бұл жабайы жануарлар әлемін қорғау, әрі сақтау. Бұлар саны аз қалған, жоғалып бара жатқан жабайы жануарлар. Яғни ақбөкен, қарақұйрық, құландар, бұғылар. Ел аумағында біздің 3 филиалымыз жұмыс істейді. Бұлар өз аумақтарындағы жабайы жануарларды бақылап, қорғайды. Сонымен қатар, аталмыш кәсіпорындарға оларды тіркеп отырумен санын тексеру жұмыстары да жүктелген. Жабайы әлемнің сақталуына белсене араласып, күш салады жоғалмау үшін. Қазіргі таңда ақбөкендердің санын көбейту жұмыстары жүргізілуде. Бұл аша тұяқты жануарлар түрі бөкендер тұқымына жатады.
2002 жылы осы бір жабайы жануарлар түрі халықаралық қоршаған ортаны қорғау ұйымының ұйғарымымен саны өте қатты азайып кеткен жануарлар санатына енгізілді. Популяция сайги потихоньку поднимается, восстанавливается. Конечно, мы помним все эти... Соңғы жылдары ақбөкендер саны көбейіп келеді. Қайта қалпына келіп, қатаң қадағалаудың арқасында өсіп қалды. Әсіресе, бетпақдала аумағында жақсы өсе түсті. Тіпті өткен жылдары өз аумақтарына сыймай, көрші Ресей еліне де өткен сәттері жиі тіркелді. Біздің комитет Ресей елінің ұйымдарымен тікелей келісім шарттарға отырып, осы бір ақбөкендер түрін сақтау үшін үлкен күш салып, қатаң бақылауға алған. С российскими природоохранными службами организовывали их охрану и обратное возвращение на территорию Западно-Казахстанской области. Қазақстан аумағындағы осы жануарлардың мекендеген аумақтарын ғылыми қызметкерлер бақылап, зерттеу жұмыстарын жүргізуде. При грамотном, правильном, научно обоснованном подходе во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, у нас при Советском Союзе использовался животный мир, дикий животный мир. Көптеген елдерде оң амалын тапқан жағдайда жабайы аң әлемі пайдаланылып, популяцияға ешбір зардабын тигізбестен мемлекетке белгілі бір пайда көзін алып келеді. Сонымен қатар, қызыл кітапқа енгізілген сирек кездесетін киік түрлері аң аулауда үлкен қызығушылықтарға ие екендігін атап өтуге болады. Ол жалы аң аулаудың өзі әлем аң аулаушыларына өте қызықты. 70 жылдық толық оқшаланудың өзі бізге оң әсерін бергендіктен, Қазақстан Орталық Азия мемлекеттермен бірдей қызығушылықтар мен сұраныстарға ие. Очень интересно мировым охотникам, и поэтому Казахстан, также наряду с центральными азиатскими странами, он сейчас представляет определенный интерес, так как Қазақстандағы аң аулау жер көлемі 234 миллион гектарды қамтиды. Олардың 117 миллион гектары аң аулау шаруашылықтарына бекітілген, ал 23 миллион гектары ерекше қорғаудағы табиғи территориялар болып табылады. Күзетке арналған негізгі шығыс уақыттары мен жануарлар әлемінің ұдайы өндіріс қызметтерін аң аулаушылар атқарады. Ал мемлекетімізде 6000 қорықшы мен аңшы жұмыс істейтін 660 аң аулау шаруашылығы тіркелген. Бүгінгі таңда экономиканың тиімді кластері ретінде аң аулау шаруашылығын дамытуға арналған жағдайлар жасауға да болады. Не скажу, что многие виды находятся сейчас в супер таком критическом состоянии. Скажем, тот же горный баран или архарц, который у нас 5 подвидов, некоторые подвиды... Бізде 5 түрі бар, арқанды айтсақ. Олардың кейбір түр тармағы айтарлықтай тұрақты күйде. Өсімпаздық жастан шығып қалған бір немесе 2 жылдан кейін, немесе кәріліктен, не болмаса жыртқыш аңдардан қаза болатындар. Әдетте бұлар еркек тектес жануарлар. Бұл қашанда отымды айырылу. Тап осы деңгей көптеген елдерде өте үлкен дивидендтер мен табыстар алып келуде. Именно вот эта категория могла и во многих странах приносит очень большие дивиденды, доходы. Табыс көздері жануарлар күзеттеріне жұмсалуы керек. Күзет жұмыстарымен қатар, жергілікті тұрғындармен ағартушылық жұмыстарын өткізіп, экологиялық тәрбие аясына көңіл бөлініп отыру қажет. Тұрғындарға жануарлар әлемінің потенциалы туралы мәліметтер беріп тұру өте маңызды.